бүгін тіркеу или ТО-ға жұмысшы тіркеу бойынша сабақ көрсететін боламын. Ол үшін еңбек кезекке біз тіркелдік қой, енді содан кейін осылай басып мой кабинет дегенге кіреміз. Мой кабинетте өзіңіздің жаңағы ипіңізді тіркеу үшін мына жерде работодатель дегенге, мынау бізде уже тіркеліп қойған, сондықтан работодатель дегенге кіріп добавить десеңіз, өзіңіздің ипіні тіркейсіз бірінші. Полное имя ИП, немен айналысасыз, мына жаққа өзі шығады. Форма способности, частный ма, коммунальная ма, соны өзіңіз таңдайсыз. Выберите место расположения, ипіңіздің нахождениясы, населенный пункт, адрес, улица, количество работник, осының барлығын жазып, өзіңіздің фамилия, имя, отчествоңызды жазып, мына жерге рабочий мобильный телефоныңызды жазасыз, сохранить предприятие деп істі, мұнамен выберите ЭЦП деп, выберите ЭЦП деп осыны басып тіркейсіз. Сол кезде сіздің уже неңіз шығады. Өзіңіздің ипіңіз тіркеледі. Түсініңіз ғой? Ал енді жұмысшы тіркеу үшін мынау трудовые договорыды басамыз. Сіздерді сразу еңбек кезеттің хайр еңбек кезет дегеніне лақтырады. Соны перейти дейсіздер да. Перейти дейсіздер да. Вход десеңіздер автомат кіреді. Окейді баса саласыз. Я работодатель дейсіз, егер жұмысшы тіркейтін болсаңыз. Содан кейін мына жерде трудовой договорды басасыз. Сол жақта. И зарегистрировать трудовой договор дегенді олай басасыз. Сіздің уже ипінің аты шықты. И мына жерге тіркейтін жұмысшының үйін жазсаңыз автомат шығады. Мысалы, мен тердім. Найти десеңіздер, фамилия, имя, отчество шығады. Содан кейін трудовой договор, нешінші договор? Бір болса, бірінші рет тіркейін деп атсаңыз. Бір, екінші адам тіркейін деп атсаңыз, екі деп жазасыздар. Выберите срок действия на неопределенный срок, определенный срок таңдайсыздар, мысалы. Дата подписания, қай күннен бастап жұмысқа тіркелді, соны, мысалы, жазасыздар. Начало работы, қай кезден бастап жұмысын бастады, соны жазасыздар. Мынандай көкпен болғанды жазбайсыздар. Должность жазасыздар, на жерге кіріп, мысалы, примерно мен жазасыздар. Мына тоже должностьсын жазасыздар, продавец, барлығы бар ішінде. Вид работы. Работа қосымша ма или основная ма? Мысалы, менікі основная. Режим рабочий сокращенный, неполный, нормальный. Мысалы, менікі нормальный. Форма занятости, дистанционный ма, айналса ма, қалай? По нахождению менікі. Казахстан, мінеки, район исправочника дейді. Укажите адрес дейді, мысалы, менің жұмыстың орны осылай. Сосын навыктерін таңдайсыз мына жерде. Қандай навыктер бар? Жұмысына байланысты ғой енді. Слесарь болса, слесарь деген сияқты осылай навыктер таңдайсыз. Качествосын таңдайсыз. Адаптивность. Осыдан үшеуін таңдайсыздар міндетті түрде. Үшеуін таңдайсыздар. Быстрая обучаемость, самоучение деген сияқты. Содан кейін подписать ЭЦП деп эрсамен кілтті уже подписание жасайсыздар, қол қоясыздар. Болды, сонымен сіздің адамыңыз тіркеледі. Мысалы, осылай тіркеледі, осылай тұрады. Болды, түсінікті болды деп ойлаймын.